Достар, менің кезекті рецептім бұл біздің морс. Бұл морс бізде лимон мен көкбояудан жасалатын болады. Өте қарапайым, пайдасы өте мол. Себебі біздің көкбояудың бойында нағыз витамин С витамині өте мол. Сол себепті 2 витамин С-ні қосып, біз өте әдемі, дәмді, пайдалы морс жасайтын боламыз. Сонымен кеттік. Ең алдымен 1 литр су, 2 лимонның шырыны, 70 грамм көкбояу, 200 грамм қант, осының барын біріктіріп, қазір біз морс жасайтын боламыз. Біз ең алдымен лимонның шырынын сығып алатын боламыз. Лимонның шырыны жақсы сығу үшін лимонды міндетті түрде жұмсарту керек. Мына лимонды қарасаңыздар, өте жұмсақ болып тұр. Осылай лимонды мыжысаңыздар, ішіндегі суы шығып, дайын тұрады. Сол кезде мына қолдан жасалған шырын сығатын затқа салсаңыздар, суы өте жылдам шығатын болады. Сығып құятын боламыз. Бұны міндетті түрде сүзу керек. Лимонның шырыны. Келесі кезекте қантты қосамыз. Бұны біріктіріп араластырамыз. Көкбояуды ручной блендердің көмегімен кашаобразный пюре жасап аламыз. Содан кейін осы судың ішіне қосатын боламыз. Мен жаңағы көкбояудан пюре жасап алдым. Осы пюремді на лимонный суыма құятын боламын. Бұны қазір біріктіріп араластырып, бұл бізде 1 сағат тұру керек. 1 сағаттан кейін мен бұны қайтадан сүземін. Себебі мына көкбояудың бойындағы қабықтары осының ішінде бар. Сүзсе де болады, сүзбесе де болады. Жалпы сүзген кезде өте әдемі бұл морс болады. Міне қарап тұрсаңыздар, түсі де өте әдемі, қанық, настоящий винный түс болады. Сол себепті қыс мезгілінде осындай морстарды жиі ішкен өте абзал. Себебі бұның құрамында витамин С өте мол. Қонақ келгенде де жасап берсеңіздер өте тамаша. Қараңыздаршы түсін. Қандай әдемі болып шықты. Сонымен 1 сағаттан кейін бұны сүзетін боламыз. Сонымен мынау біздің морстың нәтижесі өте тамаша болып шығады. Дәмі енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Себебі бұның құрамында лимон, көкбояу. Дәмін білетін адамдар түсінетін болады. Себебі бұл 2 витамин С адам ағзасына өте пайдалы. Қыс мезгілінде жиі жасап ішсеңіздер болады. Түрін қараңыздаршы, нағыз винный цвет, өте тамаша. Қонақ келген кезде осындай морсты жиі жасап берсеңіздер болады. Бүгін сіздермен болған Әсел. Осы видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лүпілдеріңізді басып өтсеңіздер болады. Рахмет!